достар, ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде дегендей қазіргі адамдар жиі ауыратын болды. Дертіне дауа іздеген жан бір жері ысыдаса дереу дәріханаға жүгіреді. Сондағысы сәл де болса ауруын басатын дәрі-дәрмек пайдаланып тезірек сауығып кетудің қамы. Дегенмен көпшілік соңғы кезде дәріханадан удай дәрісін ішкеннен гөрі табиғи ем іздеп шипасын көруді жөн санайтыны рас. Ежелден ата-бабаларымыз ауырса табиғи ем жасап өмір сүргендігі сол тәсілді құп көретіндер баршылық. Бұрында әр ауылдың өз емшісі болған. Кейбірі дұға оқып, ем дауа жасаса, емшілік қасиетін шөп дәрімен ұштастырып, талай жанды айықтырған шипагерлер емді кәдені құрқылтайдың ұясымен де жасаған. Құрқылтайдың ұясын көпшілік бала көтере алмағандарға ем ретінде қолданатыны белгілі. Дегенмен шипагерлер осы киелі құстың ұясын мұнан басқа көптеген ауруға шипа болатынын айтады. Менің нағашы атам Тапат ауызы дуалы діндер адам болатын. Ол кісі Құран кәрімді жатқа оқып, талай алдында келген дерттің аяғынан тік тұрғызып кетуіне себепші болған адам еді. Анамның айтуынша, әкесі Құрқылтайдың ұясын қалың тоғайдың арасынан іздеп тауып әкеледі екен. Қасиетті құс өз ұясын аң-құстан қауіпті аздау биіктеу жерге ағаштың бұтасына салады. Түрлі өсімдіктердің тамырын сілекеймен иелеп, тоқып, құтты қолғап секілді етіп кішкене ғана аузын жасап, жіңішке бұтаққа ілініп тұрады. Өте мықты әрі қанша жел соқса да жерге түспейтін ұяға өрмелеген жылан да жете алмайтын көрінеді. Себебі жіңішке әрі иілгіш бұтаққа өрмелеген жылан сылбырып түсіп кетеді екен. Құрқылтайдың ұясын бұзуға болмайды. Оның киесі ұрады деп сенген. Ұяны тек қана балапандарын қатайтып ұшырғанда, ұя бос қалғанда ғана алу керек. Оның өзінде өте биік жердегі ұяға қол жеткізудің өзі қиын болған. Ат үстінде отырған адам қолына ұзын таяқ алып, ілініп тұрған ұяны қол жеткізген. Атамыз Құрқылтайдың ұясын пайдаланарда міндетті түрде дұғасын оқып, оны алақанымен сипап, арасын ашып, қажеттілігіне қарай екіге бөлген. Ауырып тұрған жерге таңып, сыртынан жылы орамалмен байлаған. Әсіресе бүйрегі ауырған адамдарға осы емді қолданған. Өзі қалың әрі мықты, жұмсақ ұя бүлінбегендіктен оны қайта-қайта пайдаланған. Менің де анам шипагер болмаса да, біраз жылдан бері нәрестелі бола алмай жүрген жас келіншекке Құрқылтайдың ұясымен ем жасағанын көзім көрді. Туысқан болып кеткен келіншекке Құрқылтайдың ұясын түтетіп ем жасады. Бас-аяғы 3 күн жасаған емнен соң көп замай бөпелі болғаны да есімде. Кейде суықтап ауырып қалған кезде әкесі менің анамды өзіне көмекші етіп, өзіне дем салып Құрқылтайдың ұясымен өзіне де емдеген. Бір жағынан киелі құстың ұясының қандай дертке дауа болатынын айтып құлағына құйып отырған. Әсіресе қуыққа суық тигенде немесе зәр шықпағанда ұяның емдік қасиетін пайдаланған. Ол үшін бір бөлігін алып, оған адыраспан қосып тереңде отызға салып түтеткен. Оның түтініне ауырған адамды отырғызып, аяқ жағын қымтап отырып қойған. Бас-аяғы 10-15 минут өткеннен кейін науқасты тұрғызып, жылы киіндірген. Осы емді 1-2 рет қолданғаннан-ақ нәтижесін көрген. Сонымен қатар қазіргі жас пен егде жастағы адамдарда бірдей кездесетін тұз жиналуды ыдыратуға да Құрқылтайдың ұясы таптырмас ем. Үлкен кісілерде көп кездесетін буын ауруына да, бел омыртқаның грыжасына да, сүйектің қабынуы, бел ауруы, қан ұйып қалатын адамдарға да қолдануға болатынын айтқан. Осындай қасиетімен ерекшеленетін Құрқылтайдың ұясымен жасалатын ем талай адамдарды отадан сақтап қалған. Әрине барлығы да адамның сеніміне байланысты. Дегенмен Құрқылтайдың ұясы ем болады деп, оны онды-солды алуға болмайтын естен шығармаған жөн. Міндетті түрде ұясы бос қалған кезде сол мезгілде ғана жақсы ниетпен қол жеткізіңіз. Шипасын да көретін боласыз. Сіздермен бірге болған Мадина.